шоу-бизнесте өзіндік мәнерімен елдің жүрегін жаулап, назарын аудартқан жұлдыздар жетерлік. Алайда солардың жетістігі мен танымалдылығын қайталағысы келетін өнер иелері кімдер? Мейрамбек ағама еліктеген мен басында. Қайратқа Ернар ұқсайды. Қайрат Нұртас пен Ернар Айдардың былай бір қарағанда келеді. Расында да танымал әнші Қайрат Нұртастың киімі, шаш қою үлгісі, тіпті сахнадағы жүріс тұрысында айнытпай салатын әншілердің барын сахналық әріптестері де жоққа шығармайды. Ернар Айдарды жылына бірнеше рет концерт беруден шаршамайтын Қайрат Нұртасқа ұқсатады. Әрине, бекер емес. Ернардың репертуарының 90% махаббат әндерінен құралған. Тіпті концерттерінің бірінде Қайраттың ән қоржынындағы күзгі қайың әнін де орындап шыққаны әлі де елесінде. Талай тойлардың көркі болған әнші Абай Бегей алғаш өнерге аяқ басқанда жерлесі әрі жанашыры Лұқпан Жолдасовқа еліктепті. Ол кезде кассеті болды, жаңағы сол Лұқпан ағамыздың қандай әндер шықса да сол ағамыздың әндерін ауылдамыз ғой. Әнші өнер адамының еліктегенін құптайды. Еліктеу арқылы өз ерекшелігіңді табасың дейді. Еліктемейтін әнші болмайды деп ойлаймын, себебі сол барлығы еліктеуден басталады ғой. Ал әнші Мақсат Базарбаев болса, Абайдың бұл пікіріне түбегейлі қарсы. Бір-бірінің көшірмесі болып жүрген әріптестерін біраз сынның астына да алды. Ата өзінің сондай бір несі болу керек та осы. Қалай айтсақ болады енді? Қолтаңбасы. Қолтаңбасы болу керек та. Ол біреуге еліктеп, бұл біреудің еңбегін алып шығу керек емес нәрсе болмас. Мен өз басым ол нәрсеге 180% қарсымын. Десе де өнерін қайталамаса да бет әлпетінің томпақтығы мен көпшілік оны әнші Алтынбек Тәшімбетовпен шатастырып алады екен. Мақсат Базарбаевқа бет әлпетімізді қатты ұқсататын тұғын. Кейде мәке деп амандасып Мақсатқа ұқсатып жатады. Бұл шоу-бизнеске жаңадан енген 91 тобы. Қазақ эстрадасына жаңалық енгіземіз деген топ халықты таңғалдыра алды ма? Құлақтарына сырға тағып, шашпен көзді бояп сахнаға шыққан жігіттерді бірі қолдаса, енді біреулері сынады. Алайда қолдағандардан гөрі сынаушылар қатары көп. Шаштарын тікірейтіп алып, мен ойламаймын, оларды біз жаңағы біздің нағыз қазіргі қазақтың жігіттеріне сай қылығы деп ойламай. Қазақ халқына ол мүлде ұнамайды, ол стиль. Олар жат көреді. Европа еліктеп жатық деп ойлайды, бірақ ол стиль мүлде жараспайды. Сырға тағу деген ер балдарға лайық нәрсе емес деп ойлаймын. Топтың ән айтуы мен киім кию стилі Корей ұлтының Big Bang тобына қатты ұқсайды. Анығын білмекке, топты сұхбатқа шақырғанымызбен кездесуге 1-2 сағат қалғанда олар өзге шаруа шығып қалғанын жеткізді. Ал әншілердің бұл топ туралы пікірі әртүрлі. Ол артық. Әр нәрсенің өзінің шегі болады. Біз қарсымын. 200 десімде болады. Меламен тобының әншісі Ралан Қазретовті танымал әнші Мұқасан Шахзадаевқа жиі ұқсататын көрінеді. Оны Раланның өзі де мойындайды. Тіпті кейде туысқанымын деп те жауап берген кездері болған екен. Бірақ енді көбінесе туысқанбыз деп айтамыз біз. Сен осы Мұқасан ағаға қандай қатысың бар деп ел сұраған кезде туған інісімін деп айтып жүре берем. Ол кісі де менің туған інім деп айтады. Дегенмен әнші өнердегі ағасына өнерімен де түр келбетімен де еліктейтін көрінеді. Адамдар ұқсатып жатады. Енді ол кісіге ұқсап жатсам, ол кісі сияқты болып жатсам, мен үшін қуанышты жағдай. Ал қазақ эстрадасындағы топтардың біразы Музарттың жетістігін қайталағысы келеді. Музарт тобындағы ағаларымыз, АБК тобындағы ағаларымыз осы кісілерге қарап, жалпы группа деген не нәрсе, 3 тоғысқа бөліну керек, 4 тоғысқа бөліну керек деген сияқты ұғымды сол кісілер арқылы өзімізге қалыптастырдық. Сол кісілер деп себепкер кісілер деп айтсақ болады. Дегенмен шоу-бизнес өкілдері бір-біріне еліктесін, тіпті өнерінде қайталасын. Алайда оларды електен өткізіп,
екшелейтін тек патша көңілді көрермен екенін ұмытпағаныңыз жөн. Бүгінге осы.